Қаламынан Қартқожа, Ақбілек, Күнекейдің жазығы секілді қазақ әдебиетінің айтулы туындылары туған Жүсіпбек Аймауытов ұлтшылдармен байланыста болды деген жаланы арқалап қуғын-сүргінге ұшыраған тұлға. Ол 1929 жылы басталған тергеуден кейін 1931 жылы сырттай ату жазасына кесіледі. Бірақ кеңестік қуғын-сүргіннің құрбаны болған Жүсіпбек Аймауытов осынау қысқа ғұмырында халқына аса үлкен бай мұра қалдырып кетті. Бүгін біз өздеріңізге қазақ әдебиетінің тарихында өлмейтін шығармалар қалдырып кеткен жазушының өмірбаянын ұсынамыз. Жүсіпбек Аймауытов аумалы-төкпелі заманда 1889 жылы қазіргі Павлодар облысы Баянауыл ауданында дүниеге келген. Әкесі Аймауыт өзіндік шағын күн көрісі бар қарапайым момын шаруа болған. Жүсіпбек өзі жайлы қалдырып кеткен мағлұматында тұрмысы жайлы баяндайды. Ол онда 1917 жылдарға дейін әкесінің малы 6-7 қарадан аспағанын айтады. Сондықтан әкелері балаларын мал бағуға дайындапты. Содан Жүсіпбек бауырларымен тоқал тұқымының уақ балаларын оқытып, кебеже, шкафтарды жөндеп еңбек еткен екен. Ал апалары алаша бауларын тоқып, орамал, жастық тыстарын кестелепті. Болашақ жазушының алғаш сауат ашқан жері Әбділда Хазірет салдырған медресе. Ол жерде Жүсіпбек 5-6 жыл дәріс алды. Тіпті бала молда атанып шәкірт оқытқан. Сауатын ауыл молдасынан ашқан Жүсіпбек Баянауылда, Павлодарда орыс-қазақ мектептерінде оқиды. Дегенмен ол Керекудегі 2 сыныпты орыс-қазақ мектебін тиіп қашып оқыды. Себебі болашақ жазушы ол кезде бала оқытып, ақша тауып жүрді. Содан 1911-14 жылдары ауылда мұғалім болып жұмыс істеп, ауыл балаларының сауатын ашады. Ал 1914 жылы Семейдегі мұғалімдер семинариясына қатысады. Семей семинариясында оқып жүрген кезінде ақ шығармашылыққа бет бұрған Жүсіпбек Аймауытов 1918 жылдары Абай журналын шығаруға атсалысады. Бірақ журнал қаржы тапшылығынан жабылып қалып, жазушы мақалаларын Сарыарқа газетіне шығара бастайды. Аталған басылымның 2 санында «Тұр бұқара, жинал кедей, ұмтыл жастар» деп мақалада жариялаған. 1919 жылы Жүсіпбек бұл семинарияны үздік бітіреді. Колчак үкіметі құлағаннан кейін Семейдегі төңкерісшіл губерниялық комитетінде жұмыс істейді. Сондай-ақ «Кедей таңы» газетінің редакторы болды. Осы кезде коммунистік партия қатарына өтіп, 1920 жылдың қазан айында Қазақ атқару комитетінің мүшесі және оқу-ағарту наркомының орынбасары болып сайланады. Жүсіпбек Аймауытұлының алғашқы шығармашылығы «Адыма ақындығы». Жазушы өз жайымнан мағлұмат атты жазбасында 13 жасынан бастап өлең жаза бастағанын, Абайға еліктегенін, болыс боламын деп елге алданған алыпсатардың әпенде әрекетін әжуалайтын өлеңін 1913 жылы Қазақ газетіне жариялағанын айтады. Ол Алаштың ұранын жазған. Оның поэмалық мұрасын «Нұр күйі» атты поэмасы толықтырады. Ақындық өнері аударма еңбектерінен де жақсы байқалады. Ол алыс-жақынның белгілі қаламгерлердің классикасын аударған. Аудармашылық оның шығармашылығының бір қыры болып саналады. Жүсіпбек Аймауытұлының қалам қуатын танытатын дүниелері оның прозасы. Күнекейдің жазығы повесі, Қартқожа және Ақбілек романдары сөзсіз классика. Сонымен қатар Жүсіпбектің шығармашылығын зерттеушілер оның шебер музыкант болғанын, 6-7 әні барын алға тартады. Өкініштісі, қызыл үкіметтің қанды қырғынына Жүсіпбек Аймауытов ерте ілінеді. Жүсіпбек Аймауытовтың бар қылмысы ұлтжандығы. 1922 жылы жұтқа ұшыраған халыққа жәрдемдесемін деген Жүсіпбектің басы
дауға қалады. Торғайдағы ашаршылыққа ұшыраған қазақтарға Семей губерниясынан жылу жинап, адам ұйымдастырып, 7.000 бас малды торғайға айдап барады. Жол жөнекей аштан қырылып жатқан ел жұртқа мал үлестіреді. Ақырында таратқан малға қолхат алмады. Сол кезде жылуды бай бағландарға берді, мемлекеттің мүлкін талан-таражға салды деп сотқа тартылады. Жүсіпбек Аймауытовтың өзі ғана емес, отбасы да патша үкіметінен аз зардап шекпеді. Оның жұбайы Евгения Карабатыровна. Ол отбасылық суреттермен Жүсіпбектің жеке заттарын ұзақ уақыт сақтап келген. Ал 1991 жылы Павлодар қаласына барып, баға жетпес қазынаны Бұқар Жырау атындағы әдебиет және өнер музейіне тапсырады. Тағдыр репрессияға ұшыраған Жүсіпбек Аймауытовтың балаларын әр жаққа таратып жіберген. Оның үлкен ұлы Бектұр көп қасірет шеккен. Әкесі халық жауы деп танылғаннан кейін Бектұр Аймауытов 10 жылға Сібірге жер аударылған. Ол тек 78 жасында ғана отанына оралады. Ал екінші ұлы Жанақ еңбек армиясына жіберілген. Ол да ұзақ уақыт қорқынышпен өмір сүріп, біраз қиындық көрген. Ал Аймауытовтың кіші қызы Мәруа әкесі репрессияға ұшырағанда 4-ақ жаста болды. Торғайдағы ашаршылыққа шалдыққан халыққа көмектесемін деп басы дауға қалып, 1 жылдан 2 жылға бас бостандығынан айыру туралы сот шешімі шығарылғанымен, кейіннен Қазақ орталық атқару комитетінің араласуымен 1926 жылдың сәуір айында Жүсіпбек ақталып шығады. Алайда қаталап қалған сол істің әлегі енді бітті ме дегенде, Жүсіпбектің ізін аңдушылар оны ақыры аяғынан шалып жықты. Солайша 1929 жылы басталған кеңестік қуғын-сүргін кезінде Қазақстандағы ұлтшылдық ұйымымен байланысы бар деген жаламен тұтқындалып, ұзақ тергеуден кейін 1931 жылы атылады. Маған тағылған кінәмен таныстым, өзімді айыптымын деп санамаймын деп жазды Аймауытов өзінің соңғы сөзінде.